Сәлем достар, сіздермен бірге Ернар Алтынбек. Бүгінгі видеода топ 10 жер көлемі үлкен мемлекеттер жайлы болмақ. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны шертіп, достарыңызға таратыңыздар. Бұл бізге деген үлкен қолдау болады. Ал ендеше видеоны бастайық. Топ 10. Алжир мемлекеті. Алжир мемлекетінің халық саны 42 миллион 200 мың адам. Ал жер көлемі бойынша 2 миллион 381 мың 740 километр квадрат. Астанасы Алжир. 9-шы орын. Қазақстан Республикасы. Қазақстан елінің жер көлемі 2 миллион 724 мың 902 километр квадрат. Халық санағы болса 19 миллион 691 мың 858 адам. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев және елорда Астана. Топ 8. Аргентина. Бұл елдің халық саны 45 миллион 195 мың 777 адам. Жер аумағы 2 миллион 780 мың 401 километр квадрат. Топ 7-ні Үндістан алды. Бұл ел халық саны бойынша 2-ші орында. Нақтырақ айтсақ 1 миллиард 324 миллион 171 мың 357 адам. Жер аумағы 3 миллион 287 мың 263 километр квадрат. Топ 6-на Австралия елі. Бұл мемлекет ешқандай мемлекетпен көршілес емес, және үлкен аралда емес. Жер аумағына келсек 7 миллион 692 мың 24 километр квадрат. Халық саны 25 миллион 978 мың 935 адам. Астанасы Канберра. 5-ші орында Бразилия. Бразилия мемлекетінің жер аумағы 8 миллион 515 мың 767 километр квадрат. Халық саны 207 миллион 353 мың 391. 4-ші орында ақш, яғни Америка құрама штаттары. Америка елі дүние жүзіндегі ең экономикасы жоғары ел. Бұл елдің жер аумағы 9 миллион 519 мың 431 километр квадрат. Халық саны 333 миллион 449 281. 3-ші орында Қытай Халық Республикасы. Қытай елінің жер аумағы 9 миллион 596 мың 962 километр квадрат болса, халық саны 1 миллиард 403 миллион 500 мың 363 адам. 2-ші орында Канада. Бұл елдің жер аумағы 9 миллион 984 мың 670 километр квадрат. Халық саны 37 миллион 314 мың 442 адам. Ондықты қорытындылайтын Ресей. Жер аумағы 17 миллион 125 мың 187 километр квадрат. Халық саны 146 миллион 780 мың 720 адам. Астанасы Мәскеу. Ал президент Владимир Владимирович Путин. Осымен видео аяқталды.